Нығымет Нұрмақұлы 1895 жылы 25 сәуірде Семей облысы Қарқаралы уезінде дүниеге келген. Әрі мемлекет және қоғам қайраткері. Мемлекет және қоғам қайраткері Қарағанды облысында дүниеге келген. Бастапқыда ауылда ашылған орыс мектебінде білім алып, кейін Қарқаралыдағы 2 сыныптық орыс-қазақ училищесін бітірген. 1915 жылы Нығымет Нұрмақов Қарқаралыдағы өзі оқыған орыс-қазақ училищесіне оқытушы болып қызметке орналасты. 1917 жылы күзде дала одағы ұйымын құрды. Ұйым патшаның қазақтарды қара жұмысқа алу туралы жарлығына қарсы үгіт жұмыстарын жүргізді. Көп кешікпей Колчак үкіметінің орнауына орай кеңес таратылып, ол бір топ жолдасымен тұтқынға алынды. 18 ай түрмеде отырып, талай қиындықты басынан өткерген ол 1919 жылы желтоқсанда босап шықты. Нығымет Нұрмақов Голошокиннің қазақ даласында кіші қазан төңкерісін жасау керек деген араңдатылушылық пікіріне және халық малын тәркілеуге бағытталған шараларына үзілді-кесілді қарсы болып, оған ашық қарсы шықты. Голошокинмен арадағы пікір қайшылығы оның үкімет басшысы қызметінен босап, Мәскеудегі жоғарғы партия мектебіне оқуға жіберілуімен аяқталды. Мәскеуде ол бүкіл одақтық атқару комитеті хатшысының орынбасары және аз ұлттар бөлімінің меңгерушісі болды. Сібір және аз халықтар тұратын аудандарын аралап қызмет жасады. Көрнекті қоғам қайраткері 1937 жылдың қуғын-сүргініне алғашқылардың бірі болып ілінді. Кейін Алматыда, Қарағандыда Нұрмақовтан тапсырма алып отырған Исаев, Асылбековтардың ұйымдары табылды деген жаламен тұтқынға алынды. Мәскеу мұрағатының анықтамасына қарағанда Нұрмақов 1937 жылдың маусымының 3-інде Мәскеудегі пәтерінде тұтқындалып, қыркүйектің 27-сінде айыбын мойнына алып, 15 минутта тағдыры шешіліп, 42 жасында атылған. Қоғам қайраткері 1958 жылы тамыздың 11-інде КСР жоғарғы соты әскери алқасының шешімімен ақталды.